Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Бибі Айша. Бүгін сіздермен ерекше нан жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Бір стакан күрішімізді алып, жақсылап жуып аламыз. Оны ыдысымызға салып, үстінен 3 стакан су құямыз. Достар, менің арнамнан басқа видеоларды да көре аласыздар. Видеоларды ең бірінші болып көру үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Суымызды құйып болған соң, үстінен тұзымызды саламыз, соң баяу отта пісіреміз. Асты жабысып қалмау керек. Күріштеріміз пісіп дайын болған соң, оларды суытып аламыз. Дайын болған күрішімізді ыдысымызға салып аламыз. Ыдысымызға салып алған соң, үстінен сүтімізді құямыз. Қандай сүт болса да бола береді, магазиндікі болса да, қолдікі болса да, мен ешкінің сүтін қолдандым. Оның соң тұзымызды салып аламыз үстінен. Қантымызды саламыз. Соң жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң сұйық майымызды құйып аламыз. 1 қасық ашытқымызды саламыз. Енді үстінен ұнымызды салып араластырамыз. Қасықтың көмегімен араластырдым, кейін қолыммен иледім, жақсылап қамыр илеп алдым. Осылай жақсылап қамыр илеп аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны 1 сағатқа алып қоямыз. Қамырымыз ашуы үшін 1 сағатта біздің қамырымыз ашыды. Енді оны ыдысымыздан алып, қолымызды майлап аламыз. Ыдысымыздан алып, табамызға салып аламыз. Мен табаның ішін майлап алдым сұйық маймен. Соң үстіне қамырымызды салып, тағы бір 10 минутқа қойып қойдым. Соң духовкамызда пісіріп алдым. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді 180 градуста 40 минутта пешімізде пісіріп аламыз. Осымен біздің ерекше нанымыз дайын болды. Жұмсақ, әдемі болып шығады. Достар, сіздер де жасап көріңіздер.
комментарийге қалай шықты жазып кетіңіздер. Достар, видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тіркеліп қоңырауға басып қойыңыздар. Келесі видеоларымды бірінші болып көру үшін сіздермен болған Бейбі Айша. Келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.